Қазақтарды аштықтан құтқарған қырғыз. Ашаршылық жылдарында қазақ қынадай қырылып жатқанда көмек қолын созған қырғыз азаматы бар. Ол Жүсіп Абдрахманов. Ол небәрі 26 жасында Қырғыз Республикасы үкіметінің басшысы болып тағайындалған. Қазіргі тілмен айтсақ, мемлекеттің премьер-министрі. 1932 жылдың көктемінде қазақтар көмек қолын созады деген үмітпен Фрунзеге, яғни қазіргі Бишкекке келеді. Қырғыз жұрты о кезде өздері де қиын жағдайда болса да ешкімді кеудесінен итермейді. Сол кезде мемлекет қайраткері Жүсіп Абдрахманов Алатаудың ар жағынан келген қазақ туғандарға көмектесуге шешім қабылдайды. Ол Сталиннің азық-түлік тапсыру жоспарынан бас тартып, ет пен астықты қазақтарға таратуға бұйрық береді. Сөйтіп, мыңдаған қазақты аштық азабынан құтқарады. Қазақстанда Голошекин бастаған жандайшаптар кіші қазан төңкерісін жүргізіп, елдің соңғы тышқақ лағына дейін тартып алса, Абдрахманов Сталиннің Мәскеудің саясатына қарсы шығып, жергілікті үкіметтің басшысы ретінде батыл әрекет еткен. Орталықтағы басшылардың айтқанына көніп, айдауына жүрмеген. Жұмысынан, өмірінен айырылудан қорықпаған. Өзге республика басшылары астық дайындау жоспарын артығымен орындап, шолақ белсенділік танытқанда, ол азық-түліктің бәрін орталыққа жібермей, өз елінде біраз азық-түлікті сақтап қалған. Қырғызстанның Жалалабад, Науқат және Араван, Бура аудандарында бидайдың еркін саудасы жасалған. Елдің оңтүстігінде нан сату мен сатып алу саласында еркін нарықтық элементтері қолданылған. Мұндай батыр адам Сталинге ұнасын ба? Мұртты көсемнің бұйрығын орындамаған үшін қызметінен алынып, партиядан шығарылды. Ол чыл деп 1937 жылы 4 сәуірде тұтқындалып, 1938 жылы атылды. Арбадағы бала осындай әсерлі қызықты оқиғаларды тағайтып береді. Мені жеке қолдайым десеңіздер, номерім осы. Ерасыл Ж деп шығады. Парақшама жазылып, лайк бассаңыздар да мен үшін үлкен қолдау.